Саламатсыздар ма әріптестер, біз өткендегі бірлік шеңбер деген сабағымда бірлік шеңбер туралы айтылды. Оны шеңберге қалай белгілеп, қалай жазылатын туралы айтылған тұғын. Енді мен оны мына көрнекі құрал етіп шығарып отырмын. Егер қажет болатын болса, заказ берулеріңізге болады. Мына жерде шеңбердің ішіне екі тік төртбұрыш, бір шаршы сызу арқылы және олардың төбелерінің пи бөлінген 6, 5 пи бөлінген 6 деген сияқты. Тігінен салған төртбұрыштың төбелеріндегі нүктенің бөлімі бәрі 6 болатын екені белгілі. Екінші, тігінен тұрған тік төртбұрыштың төбелерінің бөліміндегі саны 3 болатыны белгілі болып тұр. Үшінші, осы шеңбердің ішіне салынған шаршы жасылмен боялған. Төбелерінің барлығы мысалы пи бөлінген 4, 3 пи бөлінген 4 бөлімі 4 екені оқушыға анық көрінеді. Ал тангенстің, котангенстің мәні осы шеңбердің сыртына белгіленген. Қажет болса, оқушыларға пайдаланып көрсетуге, оқушылардың ойында жақсы сақталатын мәндерді ойына жақсы сақтап алуға болады осы бірлік шеңбер арқылы.